Сиырды я продал, потому что сиырда ауру көп и тілімен бүйтіп жетім боласың жүр. А қоймен жылқы жүре береді аяғымен, жайылып жүре береді. Қыста күн келеді ашылатын шығар жайылым. Аяғын бүйтіп жей береді ғой олар. Сиыр ғой жерде қиын. Сиыр уже содержание кетеді, оны постоянно отдавай. Ну сейчас стараемся, конечно, келген кезде шөп шашамыз, потому что көріп тұрсың ғой не уже. Малды бағу үшін шыдамдылық та керек шығар аға. Мысалы мен Даудамайсыз. енді біздің сыртымыздан көріп ойлауы мүмкін ғой. Мүмкін жаңағы машиналар, мазулар бәрін көріп тұрсыздар, ойлайды мықты екен деп. Мықты емес, уже ночами не спим сейчас. Ойлайсыз ғой, каждый звонок это телефон, например, менікі постоянно бүйтіп жатамын, потому что боюсь я. Что случится, қалада объекттерім бар, бәріне қараймыз ғой. соңғы кездері жиі айтылады, жұмыс күші жетіспейді деп осындай мал Тяжело, шаруашылықта. никто не хочет работать. Жалақы қанша, неге Біз келмейді 180 мың жалақы береміз, ұнын береміз, газын береміз, никто не хочет. Они хотят дома. Мен құсайын дейді да, мен айтмам, сен мен құсау үшін ты должен Работать, пахать, не спать. Работать. Істемейді ғой ешкім. Приходит, сағда бір... 180 мыңға келмей маға? Келмейді никто. Тракторист и чабан нету. Никто не хотят. Может ақшаны көтеру Жұмыс жоқ деп, Көтерсең, оны не болады мүмкін? жұмыс жоқ деп жылаймыз. Біз тоже білеміз ғой кішкене енді. салған ақшаны ақтамайды ғой. Ақтамайды ғой че. Әйелі, например, бізді осының алдында қойшы болды, әйелі салақ. Бұл жерде әйелі ғой мықты болу керек. Үйде кішкене қарап, анан тамақ істеп отыр, ана соткасы шыққан. О, дядя Степа. Тракторист и қойшы жоқ. Никто не хочет работать. Ауыл шаруашылығында любой проблеманы шешуге болады. Жем, шөп, ақша, солярка. Бірақ осы жұмыскер проблемасы шешілмеген. Осы ғой, Соған бұл жағына жәрдем береді өкімет. Бәрін. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Өкімет осы жағына қалай қарау керек? Олар не істейді, например, сенге мәжбүрлемейді. Саған тебе скажет, ты пойдешь, что ли? Өзің сен айтып, өзің білемін дейсің. Сенге мынауың лучше, мен соны түсіріп жүре беремін дейсің. Никто не хочет работать. Ауылда отыр, біздің ауылда АШВ-де. Все сидят. Возле дома сидят. Барып, братья, жүріңдерші, жігіттер, мерге братья, сеңдер, ақшасын беремін, никто не хочет. Они не хотят. Они хотят так, как вот үйде жатып алып. Ал мына қазір өзінің бір өкіметтің бағдарламалары бар қалалық жерлерде. Кейбір профессияларды бұлар деген ана стимул Қайта оқытады. субсидировать етеді. Мәселен, сіз 50 мың төлесеңіз, өкімет 50 мың төлейді. Солай бір сондай программа енгізсе өкіметтен, қалай ойлайсыз? Ауыл шаруашылығына адам келе ме жұмыс істеуге? Жоқ, былай ғой, я не знаю, почему-то бір адамдарға жолап кетсең, ешкімнің өкіметте ештеңе ақысы жоқ. Ой, бәлеге қаласың, өкіметке кіріп аласың, косяк кіріп кетеді деген блатный сөздер айтады. Ешкім никто не хочет. Бәрі қорқады.